Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді өзбек және қарақалпақ халқының ұлттық тағамы болатын шәуле деген тамақтың ең оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен осылай етті турап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша үлкендеу етіп немесе майда етіп турай берсеңіздер болады. Бұл жерде менде қойдың еті, сіздер сиырдың етін немесе жылқының етін қоса берсеңіздер де болады. Енді пиязымызды осылай турап аламыз. Майда емес, ірі емес, орташа етіп тураймыз. Шәуле тамағының ең басты ингредиенттерінің бірі сәбіз. Сәбізді де осылай турап аламыз. Бұл тамақ негізінен палауға ұқсайды, бірақтан айырмашылығы палауға қарағанда езіліп, сулы болып шығады. Және де жасы үлкен адамдар, және де жасы кішкентай балапандар жақсы жейді. Бұл жерде мен 4 сәбіз алған едім, бірақ маған 3-еуі жеткілікті болды. Міне бір сәбізді алып қойдым. Енді қазанға майымызды саламыз. Оған етті салып, жақсылап қуырып аламыз етімізді. Етін көбірек қып салсаңыздар болады. Немесе бұдан аздау қып салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз, қатып қалған қағида жоқ. Міне етіміз кішкене қызарып, қуырыла бастады. Енді оның үстінен пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Пияз бен етті. Міне пиязымыз жақсылап қуырылып жатыр. Енді біраз бір 5-10 минут қуырылған соң сәбізімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен бұл жерде 2,5 шай қасық тұз салып алдым. Және де неше түрлі дәмдеуіштерді де салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз әрине. Енді оның үстінен суды құйып аламыз. Суын негізі көбірек құясыздар. Мен де бұл жерде аздау құйып қойдым. Және содан кейін тағы да көптеу суын құйып алдым. Және бетін жауып қоясыздар. Бір 20 минуттай қайнасын. Күрішті жақсылап жуып аламыз. 7-8 рет жуып аласыздар. Және осылай суға бұқтырып қоямыз. Күрішті сол кезде күрішіміз қазір қазанға салғаннан кейін тез пісетін болады. Міне енді бір 20 минуттай тұрды суда күрішіміз. Енді осыны қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Міне осылай күріш суға батып тұруы қажет. Және бұл жерде менде су аздау болып қалды. Үстінен тағы да су құясыздар. Тұзын көріп аламыз. Енді астын жай қойып, қақпағын жауып, қазанның бір 20 минутқа қойып қоямыз. Енді тамағымыз піскенше салат турап алдым мен.
осы свежий салатпен өте керемет кетеді тамағымыз. Міне осылай пиязды турап алдым. Оның үстінен қиярды тураймыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Және ең соңынан помидорды турап алдым. Бұны да ыдысқа саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз салатқа. Мен бұл жерде 1 шай қасық қостым. Және де жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатты барлығымыз білетін шығармыз, білмейтін адам жоқ шығар бұны. Енді салатымызды тарелкамызға салып аламыз. Міне бізде 20 минут жарты саат уақыт өткен соң тамағымыз дайын болады. Мен жаңа арасында жақсылап араластырып алдым бір рет. Сәбіздерін барлығын. Міне тамақ дайын. Енді бұны тарелкамызға, ыдысымызға, легенге салып аламыз. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады тамақ. Тәбет ашатындай свежий салатпен жесеңіздер, өте керемет. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыздар болады. Міне біздің шәуле деген тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.